Қайырлы күн Тарих мектебі каналының көрермендері, бүгін сіздердің назарларыңызға қайта құру саясаты туралы және демократияландыру үрдісінің жалғасуы туралы баяндайтын боламыз. 1985 жылы сәуірде Кеңес одағының Коммунистік партиясының орталық комитетінің пленумында әлеуметтік экономикалық дамуды жеделдету мәселесі ретінде қайта құру бағыты жарияланды. Қайта құру бағыты 1986 жылғы Кеңес одағының Коммунистік партиясының 27-ші съезінде мақұлданды. Бұл бағытта Горбачев өзінің саясаты ретінде жариялылық, жеделдету, қайта құру ұрандарын ұстанған болатын. Сәуір пленумынан кейін маскүнемдік пен еңбексіз табысқа қарсы күрес қаулысы жарияланды. Оның ішіне не кірді? Жүзіп шабындықтары оталып, ішімдіксіз аймақтар жарияланды. Жеке адамдарға өз өнімдерін өсіріп, базарда сатуға рұқсат бермеді. Көптеген қалалық орталықтардағы кафелер жабылып, ресторандар өзгеріске ұшырады. Нәтижесінде халықтың арасында самогон қайнату күшейіп, спиртті ішімдіктерге алыпсатарлардың бизнесі өсе түсті. Нашақорлық үдеп, тұрмыстық маскүнемдік арта түсті. Самогон қайнату мен нашақорлықтың салдарынан ұрлық пен қылмыс көбейіп, көлеңкелі экономика нығая түсті. Қайта құру ешқандай бағдарламасыз, ғылыми айқындамасыз жүргізілгендіктен алғашқы кезден бастап сәтсіздіктерге ұшырай бастады. Бұндай сәтсіздіктерге Мәскеудегі Гришин, Ленинградта Романов, Қазақстанда Қонаев, Әзірбайжанда Әлиев сияқты басшылар кінәлі деп шешілді. Белгілі бір жоспарға сай әрекет жасамағандықтан бұл басшылардың тікелей мемлекетті жүргізудегі әлсіздігі деп танылды. Әрине, орталықтан басқарылып отырған Мәскеу өз кінәсін оңайшылықпен мойындай қойған жоқ. 1912-1993 жылдар аралығында өмір сүріп Қазақстанның бірінші басшылығында билік құрған аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері атаған Дінмұхамед Қонаев Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы еді. Коммунистік идеяға шын берілген деп бағаланған ол Брежневтің сенімді серіктерінің бірі болды. Дінмұхамед Қонаев өзінің билігі тұсында табиғи байлықтарды игеруде кең ауқымды жұмыстар жүргізді. Ауыр өнеркәсіпті дамытып, ұлт зиялылары жаңа сапалық деңгейге көтерілген еді. Өкінішке орай 1986 жылғы 16 желтоқсандағы Қазақстан КОКП-сының 5-ші пленумы өтіп, Разумовскийдің ұсынысымен Дінмұхамед Қонаевты орнынан босатты. Оның орнына Қазақстанды тек картадан көріп жүрген Ульяновск облысынан Колбинді тағайындады. Басқа пленумдардан ерекшелігі, бұл 5-ші пленум бар жоғы 18 минутқа ғана созылып, саяси қателіктер мен қазақ халқының мүддесін мүлде елемеген жиналыс болды. Геннадий Колбин 1986-89 жылдар Қазақстанды басқарды, өзінің билігін генерал-губернатор ретінде атқарды. Барлық баспасөздердің беттерінде сол уақытта ол ұлтаралық қатынастардың мәселесін жақсы білетін, бұдан асқан маман жоқ деп бағаланды. Бірақ өкінішке орай, шынайына келгенде бұл сөз іс жүзінде іске асқан жоқ. 1986 жылы 17-18 желтоқсанда Алматы қаласында жастардың ереуілі бастады. Алғашқыда бейбіт және саяси сипаттағы ереуіл өкінішке орай бұқарсын 86 құпия жоспарымен жасақталып, алаңға шыққан жастардың барлығы маскүнемдер мен нашақорлардың бұзақылық, ұлтшылдық арандату әрекеттері деп түсіндірілді.
1986 жылғы 18 желтоқсанда әскери училищенің жеке құрамасы енгізіліп, 8500-ге жуық адам ұсталып жазаға тартылды. 2 адам өлім жазасына кесілді, 246 студент жоғары оқу орнынан шығарылды, 12 ректор қызметінен алынып, 52 адам коммунистік партияның қатарынан шығарылса, 787 адам комсомол қатарынан шығарылды. Бұл оқиғаға 1987 жылы шілдеде интернационалдық және патриоттық тәрбие берудегі жұмыстар туралы деген қаулы қабылдады. Яғни бұл қаулы негізінде қазақ ұлтшылдарының көтерілісі, бұл көтеріліс ұлтшылдық деп айдар тақты. 1991 жылдың желтоқсанында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1986 жылғы 17-18 желтоқсанға қатысқан және жауапқа тартылған азаматтарды ақтау жөніндегі жарлығы шығып, 17 желтоқсан демократиялық жаңару күні деп жарияланды. Бұл 86 жылғы оқиғаның тарихи маңызы сода қазақ халқының тәуелсіздікке ұмтылуына жол ашты. Бүкіл кеңес одағына еніп келе жатқан жас демократия күресінің басы болды. Енді бұл күресте ерекше айтып өтетін тұлғамыз Қайрат Рысқұлбеков. Ол Алматы архитектуралық құрылыс институтының студенті еді. Оған табылған айып жасақшы Савицкийді өлтірді деп өлім жазасына кесті. Бұл шешімге дүниежүзілік қауымдастық наразылық білдіріп, Чехословакия, Польша, Венгрия, Америка құрама штаттарының қайраткерлерінен қарсы хаттар келді. Яғни бүкіл әлемнің үре түрегелуінен қорыққан кеңестің жоғарғы кеңесі ату жазасын 20 жыл бас бостандығынан айыру жазасымен ауыстырып, бірақ өкінішке орай сол жылы мамырда Қайрат Рысқұлбеков абақтыда қайтыс болды. 1996 жылы 9 желтоқсанда оған халық қаһарманы деген атақ берілді. Яғни өзі де ыдыраудың алдында тұрған кеңес үкіметіне қанша жәрден қайта құру, жандандыру, жариялық жеделдету деген реформалар енгізілгенмен де, жаңа кірген жас буын демократтары бұрынғы әміршіл әкімшілік тоталитарлық жүйенің жойылуына үлкен үлес қосты. Қазақстанның, оның ішінде Алматы қаласында болып өткен ереуілдер кеңес одағының құрамындағы басқа да мемлекеттердің өз тәуелсіздігі үшін күресуінің алғы шарты болып табылды. Демократияландыру үрдісінің жалғасы ретінде 1989 жылдың маусымында Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында көтеріліс болды. Бұл жердегі халықтың өзі жергілікті тұрғындар арасындағы жұмыссыздықты, кавказдықтардың жергілікті халық дәстүрімен санаспай кемсітуі, әлеуметтік жағдайлардың шиеленісі осы жанжалға әкеліп соқтырған еді. Тұрғын үйлер мен балабақшаға орналастыруда қазақ халқына шыққан ұлттық кемсітушіліктер, бұрмалаушылықтар, қызмет көрсету мекемелеріндегі ірі кемшіліктер, әділеттіліктің болмауы, сонымен бірге халықтың әлеуметтік жағдайының төмендеп кетуі Жаңаөзен оқиғасына әкеп соқтырды. Бұл жанжал құқық қорғау органдары мен арнайы тапсырмалы әскерлердің көмегімен тоқтатылып, халықтың демократиялық үндеуі естілді. Сонымен қатар 1989 жылдың шілдесінде Қарағандыда 10-15 мыңдық кеншілердің ереуілі болып өтті. Олар өздерінің экономикалық және саяси талаптарын қойды. Мысалға айтатын болсақ, еңбекақыны арттыру, азық-түлік түрлерін көбейту, шахтадағы жұмыс жағдайларын жақсарту, әсіресе Семей ядролық полигонын жабу туралы ұсыныс білдірді. Кеңес социалистік республикалар одағының көмір өнеркәсібінің министрі Шадов келгенімен кеншілерді бұл тоқтата алған жоқ. Бұл тоқтату Қазақстан Коммунистік партиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кездескеннен кейін барып тоқтатылды. Өйткені кеншілер мен басшының көзқарастары бірдей болды. Яғни
бұл оқиғалар жұмысшы қозғалысының елеулі саяси күшке айналғанын көрсетті. 1987 жылдан бастап осы оқиғаларға назар аударатын болсақ, қайта құру мен қоғамды демократияландыру үрдісіне